ертеде торғай мен тышқан дос болыпты. Екеуі егін егіпті. Тышқан болса аяғымен жерді қазып, ал торғай тұмсығымен дән сеуіп, екеуі бірге қысқа азықтарын дайындайды екен. Күз келіп, торғай мен тышқан бітік өскен бидайды жинап алып, екеуі теңдей бөлісе бастайды. Бірақ бір бидай артылып қалады. Осы кезде торғай мен тышқанның арасында жанжал басталады. Ойлаш, нағыз достар солай жасай ма екен? Бір бидайды бөлісе алмай, екеуі ұрыс шығарады. Торғай ол бір бидайды тұмсығымен шоқып, ал тышқан болса тырнағымен тырналап, екеуі төбелесіп қалады. Ал маңайында оларды арашалайтын ешкім жоқ екен. Бір кезде екеуі әбден шаршап барып, өздері тоқтайды.